біздер қазақтың ұлттық ойыны теңдалу ойын ойнайтын боламыз. Ол үшін сендер шартымен жақсылап табысып алыңдар. Біздер қазір мінекей шеңбердің бойында тұрмыз ғой. Ал ортасында теңге шатыр. Қазір музыка қосылған кезде осы шеңберден шықпай артымызбенен айнала шабуымыз керек. Ал содан кейін музыка тоқтаған кезде шапшаңдықпен, жылдамдықпен теңгені алып үлгеруіміз керек. Түсіндіңдер ме? Кім шапшаңдық көрсетеді, сол балаға мен ұпай беріп тұратын боламын, қоржынға ұпай салатын боламын. Түсіндіңдер ме ойынды? Жарайсыңдар, ендеше ойынды бастаймыз. Жарайсыңдар балалар. Жарайсың, Айбар. Шапшаңдық танытты бізде. Айбардың қоржынына бір ұпай салатын боламын. Ары қарай ойынды жалғастырып кетеміз, кәнекей тездетіп. Ары қарай ойынды ал бұл жолы бізде Бақытбек шапшаңдық танытты. Бақытбектің қоржынына тағы да бір ұпай салатын боламын. Ары қарай ойынды жалғастырайық, кәнекей. Бұл жолы бізде Мадияр шапшаңдық танытты. Мадиярдың қоржынына тағы бір ұпай салатын боламын. Балалар, ендеше ойынды осы жерде аяқтайық, иә? Енді осы жерде бізде жеңімпазды анықтайтын боламыз. Кәнекей, кімде неше асық бар екен? Маған көрсете қойыңдаршы қоржындарындағы асық. Бір асық Айбар бір ұпай жинаған екен. Сен Айбарда неше? Мына Айбарда бір ұпай жинаған. Сендерші, Мадияр? Неше асық? Мадияр да бір ұпай жинаған екен. Бақытбек, сенде? Балалар, Бақытбекті қараңдар, 4 ұпай жинаған, яғни Бақытбек осы ойынның жеңімпазы деп аталады, кәнекей. Осымен ойынды аяқтаймыз, балалар. Көп рахмет.